Бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттегідей Батыржан. Я, достар, бүгін бізде сұрақ жауап. Так, ал ендеше достар, біз өзіміздің бірінші сұрағымызға көшеміз. Біздің бірінші сұрағымыз: сенің футболдан фанатың кім? Дәл қазір экранға өз кумирімді көрсететін боламын. Және де ол бізде Лионель Месси. Емес, бізде ол Роналдо! Я, достар, мен футболда Роналдоның фанатымын. Роналдо үшін ғана мен футболға қызығамын. Ал енді екінші сұрақ. Достар, бұл біздің видеодағы ең ұзақ сұрақ. Ал ендеше жауап берейік. Бірінші сұрақ: сен нешедесің? Мен 12-демін. Екінші сұрақ: нешінші сынып оқисың? Мен 6-ны сынып оқимын. Үшінші сұрақ дейді: сен нешеге оқисың? Мен 5-ке оқимын. Барлық сабақ, чудо бір сабақтан 4-ке шыға жаздадым, 5-ке шықтым. Одан кейінгі сұрақ: немен түсіресің? Компьютер әлде телефон? Мен телефонмен түсіремін. Ал төртінші сұрақ: сұрақ жауап бола ма? Дәл қазір сұрақ жауап, сондықтан болады. Бесінші сұрақ: озвучка жасайсың ба? Я, мен озвучка жасаймын. Ал келесі адамның сұрағына көшсек, ол бізде: неге Майнкрафт түсіресің? Бұл сұрақтың жауабы: маған себебі Майнкрафт ұнайды. Вот сондықтан болды. Ал енді достар, келесі сұрақ ол бізде: осы Майнкрафтты қайдан бастырасыңдар осыны? Бұның жауабы: Google'дан жазасын. Майнкрафт қандай точка, қандай версия болды. Ал енді келесі сұрақ: сен видеоны монтаж жасайсың ғой? Я, ондай, мысалы видеода фото тұрады, яғни превью. Оны мен InShot немесе Fonto деген программа қолданам. Міне осылар. Я, достар, мұнда SkinSeed деген программа бар. Омен мен өз немді жасаймын, эмоциямды. Ал енді достар, келесі сұраққа көшсек. Брат, ойнап жатқан жеріңді жазып жіберші дейді. Бұған менің жауабым: достар, оны постройки для Майнкрафт дегенне табуға болады. Я, менің ауылым танымал ютуберлердікіне ұқсайды, бірақ менікінде үйлер көп, және де локация кішкене басқашалау. Ал енді достар, келесі сұрақ ол бізде: сен қайда тұрасың? Ауылда әлде қалада? Мен әрине ауылда тұрамын. Мен оны бір видеоларында айтқан болатынмын. Және де келесі сұрақ: сен ақымақсың ба? Әрине мен ақымақпын. Деп қоқеттік достар. Так, достар, ал енді бізде келесі сұрақ: дами деген не? Дами деген бізде, дами бер, алға қарай жүре бер, сондай мағынада. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.